Адам баласы Алла тағала жаратқан жаратылыстың ішіндегі ең ұлысы. Адамзат ұрпағын Хақ тағала ата-ана дәнекерлігімен көбейткен. Кез келген адам үшін де дүниеде ең қымбат жандар ата-ана. Бұл қымбатты жандарды Алла тағаланың өзі аяттарда дәріптеген. Демек, оларға құрметпен, жауапкершілікпен қарау міндеті балаға жүктелген. Сондықтан да ұлы жаратушы ата-анаға лайықты дәрежеде құрмет пен жақсылық жасауды өзінен кейінгі кезекке қойған. Бұл туралы Құран кәрімде Раббың бір өзіне ғана құлшылық етуді, ата-анаға барынша жақсылық жасауды үкім етті. Егер олардың біреуі немесе екеуі бірдей қолыңда қартайса, оларды ауырсынып немесе жақтырмаған сыңай танытып, тіпті ту деп те кеюші болма. Сондай-ақ оларға зекіп ұрыспа. Керісінше оларға жанға жағымды жылы сөз айт. Олардың алдында барынша мейірімді, мейлінше кішіпейіл әрі тіл алғыш бол. Хам олар үшін: уа Раббым, олар мені бала күнімде қалай мәпелеп өсірген болса, сен де оларды дәл солай мейіріме бөлей көр деп дұға ет деген. Ғаламторда былай делінген: сіңірі шыққан кедей жігіт жолда келе жатып әмиян тауып алыпты. Ашып қараса, әмиянның ішінде бір алтын теңге бар екен. Жігіт қуанып кетіпті де: мен бұл теңгеге үйге нан, сүт, азық түлік алып барамын. Әке-шешем, бала-шағам бір тоятын болды деп ойлапты. Осылай ойлаған сәтте қолындағы әмиян біраз ауырлағандай болыпты. Тағы ашып қараса, енді 10 алтын теңге пайда болыпты. Жігіт қуанып: енді мен бұған үйдегі әке-шешеме бұзаулы сиыр алып берем. Аузы аққа жарып, қарқ болатын болды депті. Әмиян одан да ауырлапты. Ашып қараса, 100 алтын теңге шығыпты. Жігіт әмиянның қасиетіне риза болып: мен енді бұл ақшаларға ата-анама жаңадан үй соғып беремін. Тұрған үйіміз құлайын деп тұр. Байғұс әке-шешем қуанып қалатын болды депті. Осылай ойлағаны сол ақ екен, әмиян бұрынғысынан да ауырлап кетіпті. Жігіт ашып қараса, 1000 алтын теңге шығыпты. Жігіт сәл ойланып тұрыпты да: әке-шешемді жаңағы үйде қалдырып, өзіме басқа жақтан жер алып, зәулім сарай соғамын. Қатын бала-шағаммен сол зәулім сарайда тұратын болам дегені сол ақ екен, әмиян қайтадан жеп-жеңіл боп қалыпты. Жігіт ашып қараса, баяғы бір алтын теңге жатыр екен. Қиссадан түйін: әке-шешеге еткен жақсылықтың сауабы мол болмақ. Ата-анасына қызмет еткен адамның өмірі ұзақ және берекелі болады. Баршамызға ата-ананың көңілін тауып, жақсылық жасауды нәсіп етіп, Аллах рахымы жаусын.